Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қарбыздан осындай ерекше дайындалатын, өте дәмді болып шығатын балмұздақтың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қарбызды орта жағынан екіге бөліп аламыз. Енді үлкендеу етіп кесіп алған жағынан видеода көріп тұрғандарыңыздағыдай жуандау етіп осылай кесіп шығамыз. Қарбызды кескен кезде мейлінше түзу кесуге тырысыңыздар, себебі қисық болса, қазір балмұздақты құйған кезде астынан ағып кететін болады. Қарбыздың сүйектерін алып тастаймыз, олар бізге қажет емес, бірақ тастап жібермеңіздер, осындай бір ыдысқа салып қойыңыздар. Қазір бұл сүйектермен балмұздақтың бетін әрлегенге қажет болады. Сүйектерінен тазартып болған соң қарбызды енді осылай қабығына жақындау етіп кесіп шығамыз. Қарбызды көбектеп кесіп аламыз. Қарбыздың суы ағатын болғандықтан осындай суы ақпайтын ыдысқа салып, морозильникке 3-4 сағатқа қатыруға қойып аламыз. Қарбызды морозильникке кішкене қатырып алдым, енді блендерге саламыз. Мен морозильникке 2 сағатқа қойғанмын, 2 сағат аз болады екен, 3-4 сағатқа қоя беріңіздер. Себебі қазір блендерден өткізген кезде суы шығып, сұйылып кететін болады. Қарбыздың үстіне сливкиді және сгущенканы құйып, жақсылап миксерлейміз. Қарбызды морозильникке салып, блендерден өткізген кезде осындай қою масса болып шығады. Бірақ бұдан да қою болған дұрыс, сондықтан 3-4 сағатқа қоя беріңіздер. Мен балмұздақты қарбыздың қабығына құям дегенше осылай сұйылып кетті. Енді ыдысымен тағы да 2-3 сағатқа морозильникке қойып аламын. Пищевой салафанды кесіп алған қарбыздың қабығының астына қойып, шет-шетін қайырып шығатын боламыз. Бұл біздің балмұздақтарымыз астынан ағып кетпеу үшін керек. Енді балмұздақтың таяқшаларын осылай 4 жерінен кесіп салып шығатын боламын. Енді кішкене қатырып алған балмұздағымызды құямыз. Қатты қатырып жіберудің қажеті жоқ. Мен астынан ағып кетпеу үшін осылай кішкене қатырып алдым. Енді жаңағы алып қалған қарбыздың дәндерін осылай бетіне қойып шықса, өте әдемі болып шығады. Одан кейін балмұздағымызды морозильникке 5-6 сағатқа қатыруға қойып аламыз.
Мінекей осымен біздің балмұздақтарымыз дайын. Жасап балаларыңызды қуантыңыздар. Дәмі өте керемет, дәмді шығады. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.